Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкіл туралы жарлыққа қол қойды. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Заңнама аясында жерді шетелдіктерге сатуға, жалға беруге де толықтай тыйым салынады. Қазақстанда эпидемиологиялық жағдай нашарлады. Қазақстан қызыл аймақта. Тәуліктік көрсеткіш күннен күнге жоғарылауда. Ал Нұр-Сұлтан қаласында коронавирус жұқтыру дерегі былтырғы жазбен салыстырғанда 2 есеге артқан. Солтүстік Қазақстан облысында бензин бір түннің ішінде бірден 10 теңгеге қымбаттады. Сұранысқа АИ-92 маркалы бензиннің литрі 177-178 теңгеден сатылып жатыр. Мемлекеттік білім грантын ұтып алуға ниеттенген үміткерлер ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 мәрте тапсыра алады. Биыл бакалавриатқа 51.500, магистратураға 13.500 грант беріледі. Алматы облысында 12 сәуірден бастап карантин күшейеді. Кейбір нысандардың жұмысы толықтай тоқтатылады. Солтүстік Қазақстанда еліктер қырылып жатыр. Әлеуметтік желідегі өлі жануарлардың видеосын көрген облыс тұрғындары дабыл қақты. Павлодар облысында жолаушылар автобусы өртенді. Көлікте 40 жолаушы болған. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Әлемнен бірер ақпар. Әлемде азық-түлік бағасы рекордтық деңгейге дейін өскен. Ақпан айымен салыстырғанда 8%-ға қымбаттады. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. LG компаниясы телефон шығаруды тоқтатқанын ресми түрде жариялады. Американдық Forbes журналы әлемнің ең бай адамдарының тізімін жаңартты. Бұл тізімге Қазақстаннан тағы 3 миллиардер қосылған. Спорттан бірер ақпар. Дмитрий Баландин Ресей чемпионатында 200 метр қашықтықта брас әдісімен жүзу бойынша күміс жүлдеге ие болды. Футзалдан Қазақстан құрамасы Венгрияны ұтып 2022 жылғы Европа чемпионатына жолдама алды. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.